Шектемеу керек. Мисалы үшін әйелге жалғыз күйеу деді, еркекке 4 әйел деді. 4 әйел дегенде ол Алла тағала шариғатта да ата бабамызда еркектің оған қуаты жететінін білді. Ал әйелдің оған қуаты, бір әйел адам қанша құлшынса да 3 жылда бір баланы өмірге әрең әкеледі. Еркекті еркіне салсаң 20, 30, 40 бір жылда әкеле береді. Неге ол мүмкіндігін біз шектеп, неге қиянат жасап отырмыз ол мүмкіндікте? Не үшін қиянат жасаймыз біз? Енді ал біз 20-30 бала демей қояйық, 4 әйел алғызсын. Одан кейін бір нәрсе, еркектердің рухсызданып кетуіне мынандай тағы бір себеп бар. Операторлар қуанып қол шапалақтап жүреді, жүгіріп камераларды тастап кетпеңдер, еркектер түсіріп. Мына жерде тағы бір нәрсе, бір еркек бір әйелмен өтіп жатса, егер бір әйелмен ғана, сосын оның бір-біріне екеуінің онша қадірі болмайды. Уақыт өте келе қажасу, күнде бір-бірімен көріп жатқан бір-бірімен, сосын кейін өзіне әбден толықтай бағындырып болғаннан кейін әйел адам көжеден шаршайды дейсің. Мен сені ажырасам деп қорқытатындар болады да, әбден өзіне бағындырып болғаннан кейін. Бала туып алғаннан кейін. Бала туып, баламен шантаж жасайды ғой. Енді сол болғаннан кейін сөйтіп қорқытады да. Егер 3 әйел, 4 әйел болса, оның бәрі сүйіп деген әйелдер. Әркім өзінің жанында көбірек алып қалу үшін ол күйеуіне деген күтімді жасайды. Күйеуінің денсаулығы жақсарады, күйеуі өзінің еркек екенін сезінеді. Ал кішкене мінез көтерсе ол әйел адам, ол басқа еріне кетіп қалады. Сол кетіп қалатынын біліп, ол кетірмеуге тырысады. Кетірмеуге тырысады. Ең жақсы тамақты сізге береді, ең жақсы орынға сізді жатқызады, ең жақсы киімді, ең өзінің жақсы бейнесін, жақсы мінезін сізге көрсетуді ойлайды. Ал соны көріп өскен балада ол рухты, керемет, ақылды, болашақ жарымен сыйласымды болады. Ұлтқа да жақсы, өзіне де жақсы. Барлық жағынан ешқандай бір... Қайдан бәрін алып алдыңыз бұның бәрін? Сіз бұл жерде оқып, бұл кітабын оқып жатқан жоқсыз ба?